Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Зарузат Абдырасыл қызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймағымызда көптеген мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Сонымен қатар өңірде әлі күнге ыстық тамақпен қамтылмаған және спорт залы жоқ мектептер бар. Бүгінгі таңда әлеуметтік желі және ұялы телефон арқылы алаяқтықпен айналысып ақша табатындар көбейді. Алаяқтарға тап болмас үшін халыққа қалай сақтануға болатыны түсіндіріледі. Шет ауданы Ақсу ауылының 90 жылдық мерейтойы аталып өтті. Мерейтой аясында ауыл абаттандырылып, ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылды. Қарағанды облысының мектептерінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 5 оқу орнында күрделі жөндеу аяқталуға жақын, ал 74 білім ошағында ағымдағы жөндеу жүргізіледі. Өңірдегі мектептер жаңа оқу жылына қалай дайындалып жатқаны туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Жаңа оқу жылына шамамен 3 апта қалды. Дәстүр бойынша ол 1 қыркүйекте басталады. Оқушыларды ыстық тамақпен қамту да бүгінде өзекті мәселе. Көп мектептерде асхана болмағандықтан ыстық тамақ берілмей келген, немесе буфетте ғана жеңіл тамақтанған. Жеке асхананың болмауына байланысты жеке 21 мектепте оқушыларға тек қана буфеттік тамақтандыру ұйымдастырылған. Ол Абай ауданының 2 мектебі, Нұра ауданының 6 мектебі, Асакаров ауданының 7 мектебі, Қарқаралы ауданының 1 мектебі және Шет ауданына қарасты 5 мектеп. Арнайы бөлменің жетіспеуі мен конкурсқа жеке кәсіпкерлердің түспеуі себепті 27 мектепте оқушыларға былтырғы жылы мүлдем тамақ ұйымдастырылмаған. Олар Бұқаржы ауданының 1 мектебі, Қарқаралы ауданында 10 мектеп және Шет ауданының 15 мектебі. Қыркүйектің 1-іне дейін 4 оқу орнында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталады. Ал Асакаров ауданының 28 орта мектебінің күрделі жөндеу қаңтардың 1-іне дейін жүргізіледі. Оған дейін оқушылар Молодежный кентіндегі Сәтбаев және Абай атындағы мектептерде уақытша оқиды. Олар үшін арнайы тасымалдау көлігі қарастырылған. Қаламыздағы 1-ші арнайы мектеп-интернатының оқушылары уақытша бұрынғы Құлыншақ балалар үйінің ғимаратында оқуы жалғасады. Олар өткен жылы сол жерге ауыстырылған еді. Сондай-ақ ауылдық мектептерде қазандықтарды ғимараттардан қауіпсіз орынға көшіру атқарылады. Тағы бір айта кетерлігі, кей мектептердің әлі күнге спорт залы жоқ. Облысымыздың 23-ші мектебінде спорт залы қарастырылмаған. Ол Абай ауданының 1 мектебі, Ақтоғай ауданының 1 мектебінде, Бұқаржы ауданының 1 мектебінде, Нұра ауданының 7 мектебінде, Қарқаралы ауданының 1 мектебінде, Шет ауданының 11 мектебінде. Сонымен қатар Қарағандыда 400 орындық жаңа мектеп салынады. Ол 1947 жылы ашылған апат жағдайдағы 44-ші мектеп ғимаратының орнына пайдалануға беріледі. Оқушылар уақытша 64-ші негізгі орта мектепке ауыстырылды. Қарағанды облысында 1-ші сыныпқа 16 мыңнан астам бала қабылданды. Оның 53% қазақ, 47% орыс тіліндегі мектепке барады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ермағанбет Бөлекбаев сала басшылары мен мамандарға мүмкіндігі шектеулі балаларға және олардың ата-аналарымен әлімжеттік жасаудың алдын алу бойынша әңгіме жүргізуді тапсырды. Кездесуде өзге де мәселелер талқыланды. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев сала басшылары мен мамандарына ерекше балалардың ата-аналарымен кездесуді тапсырды. Өңір басшысы көпшілік мұндай балаларға төзімділік танытып қана қоймай, олардың қоғаммен араласуына көмектесуі керек екенін атап өтті. Кездесуде басқа да мәселелер талқыланды. Олар негізінен мектеп-интернаттарда спорт секцияларында бейінді мамандардың жетіспеушілігіне және түзету сабақтарының өту мүмкіндігі болмауына қатысты болды. Бұл мәселені ішінара шешу үшін Саран қаласына ерекше балаларға арналған мектеп-интернатта 50 балаға арналған түзету кабинеті ашылады. Жаңа жылдан бастап адаптивті жүзумен тағы 15 баланы қамту жоспарланып отыр. Сондай-ақ кездесуде облыста ерекше балаларды оңалтудың ұлттық орталығына кезекке қою үшін электрондық портал әзірленіп жатқаны хабарланды. Әрбір емханада мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналардың чаты құрылды. Егер проблемалар туындаса, чатқа хабарласып, қажетті ақпаратты ала алады. Біз ерекше балаларға жақсы көзқарас қалыптастыруға ұмтылуымыз керек деп қорытындылады сөзін Ермағанбет Бөлекбаев. Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алаяқтық қылмыстық жауапкершілікке тартылатын сенімді теріс пайдалану жолымен бөтеннің мүлкін ұрлау немесе заңсыз иелену. Осындай жағдайға тап болмас үшін халыққа алдын ала сақтану жолдары түсіндіріледі.
Белгісіз абоненттен келген телефон қоңырауы алаяқтан болуы мүмкін. Сондықтан осындай жағдайлар болмас үшін күресу керек. Мұндай өтінішпен қарағандылықтарға қалалық әкімдік қызметкерлері жүгінді. Атқарушы билік өкілдері алаяқтармен күреске қосылды. Полицейлер осы іске қатысты профилактикалық жұмыстарды тұрақты негізде жүргізеді. Тәртіп сақшылары қала тұрғындарына алаяқтарға көмектеспеу керектігін ескертеді. Өйткені олар да қылмыскерге айналады. На сегодняшний день в нашем городе участились факты совершения интернет-мошенничества. Қазіргі таңда біздің қаламызда ұялы телефон әрі әлеуметтік желілер арқылы жасалатын алаяқтық бойынша арыздар көп түсіп жатыр. Қылмыстың алдын алу мақсатында қарағандылықтарға қалалық әкімдік қызметкерлері арқылы тұрақты негізде ақпараттық профилактикалық акциялар, іс-шаралар өткізілуде. Егер сізге банк немесе полиция қызметкері қоңырау шалып жеке деректеріңізді сұраса, бұл сізге алаяқтан келіп түскен қоңырау екені белгілі. Мұның бәрі алаяқтар пайдаланатын басқа адамдардың ақшасын иемденудің жолдары. Полиция департаментінде Киберпол осындай қылмыстармен күрес жөніндегі арнайы бөлім құрылды. На сегодняшний день акиматом города Караганды было изготовлено более 10 тысяч листовок. Қарағанды қаласы әкімдігінің бұйрығы бойынша халыққа 10 мыңнан астам ескерту парақшалары жасалды. Сонымен қатар сауда үйлерінде осы тақырыпқа қатысты аудио жазбалар сағат сайын таратылады. Қаламыздың құрметті қонақтары және тұрғындары өте сақ болуларыңызды сұраймын. Еске салсақ, 19 жастағы ер адам қылмыскерлерде курьер болып жұмыс істегені үшін ұсталды. Енді ол бірнеше жыл бойы темір тордың артында болады. Отбасы мүшелеріңізге алаяқтардың қаншалықты тапқыр екендігі және телефон арқылы алаңдатарлық хабарламалар болған жағдайда не істеу керектігі туралы айту артық болмайды. Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шанин, Сергей Высокосов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрғын үй кезегінде тұрған 232 мың адам заңнаманың талаптарына сәйкес келмейтіні анықталды. Жыл сайын тізімді түгендеу қалай жүргізілетіні туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтылды. Бүгінде жергілікті әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте 600 мыңнан астам азамат тұр. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес азамат пен оның отбасы мүшелерін кезекке қою үшін соңғы 5 жылда жылжымайтын мүлік болмауы керек. Еліміздің 3 қаласында, Астана, Алматы және Шымкент қалаларында үй алу үшін кемінде 3 жыл бұрын тіркелу қажет. Тұрғын үйлер заңда көрсетілгендей жолмен ғана беріледі. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалды. Заңда көрсетілген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй заңымен белгіленген нормаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорларынан олардың шама шарқы көтеретін ақыға беріледі деп белгіленген. Бұл Конституцияның 25 бабы. Мемлекеттік қордан тұрғын үйді алудың жалпы тәртібі тұрғын үй қатынастары туралы заңымен реттеледі. Әкімдіктер жыл сайын кезекте тұрғандарға түгендеу жүргізеді. Тұрғын үйге мұқтаждардың тізімі жыл сайын жаңартылып отырады. Себебі азаматтар өздері үй сатып алып, басқа елді мекенге көшіп кетеді. Осындай жағдайда кезекте тұрғандарды есепке алғанда түсінбестік туындайды. Сонымен қатар азаматтардан кезекте тұрғандардың тізімінде баспанасы бар адамдар бар екендігі туралы шағымдар түскен. Оған қоса жыл сайын кезек саны да артып келеді. Бізде 10 мыңға жуық арендалық тұрғын үйлер беріледі жылда. Сонымен бірге кредиттік тұрғын үйлер беріледі. Ол бізде жеңілдетілген несиелер 2-5% бойынша, бастапқы жарнама 10% дейміз. Осы республика тарапынан бөлініп жатқан қаражатқа сәйкес осы басымдылық основной бізде аренда мен кредитный үйлер. Ол өзіңізге белгілі, бүгінгі күні ол қаражатқа байланысты. Біз бағана атап өткендей, жылда біз 20-25 мыңға жуық тұрғын үймен азаматтарды қамтамасыз етсек, жылда тұрғын үйге тұратын азаматтардың саны 40 мыңға жуық, 40-нан астам. Енді сол соңғы 10 жылда динамиканы өзі көріп отырмыз, біздің кезектілігіміз өзі 6 есеге артқан. Ол бірінші мәселе, онда ескеру керек. И сонымен қоса айта кететін бағанағы сұрақтарда болып жатыр, қанша азамат тұр, қай өңірлерде деп. Бүгінгі күні кезекте.kz сайттарға кірсеңіз, Қазақстан Республикасы бойынша толық өңірлерге дейін бөлініп, қанша азаматтар тұрғаны, жалпы адам саны, әр санаттың қанша тұрғаны, сонымен бірге реттік номерлерге дейін бұл бәрі бізде тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес ашық түрде кез келген азамат осы сайтқа кіріп, осы ақпаратты көре алады. 232 мың адамның тұрғын үй кезегіне тіркелуі заңнама талаптарына сәйкес келмейді және олар кезектен шығарылуы тиіс. Спикерлер мемлекет тарапынан тұрғын үйге мұқтаж жандардың көмек алуы өте маңызды екенін атап өтті.
Шет ауданы Ақсу ауылына 90 жыл толып отыр. Ауылдың мерейтойын жергілікті азаматтар өздері қор ашып, қаржы жинап атап өтті. Іс-шараға аудан әкімдігі де қолдау көрсетті. Мерейтой барысында аламан бәйге, қазақ күресі сияқты ұлттық спорт түрлері ұйымдастырылды. Концерттік бағдарламада жергілікті және елімізге белгілі өнерпаздар өнер көрсетті. Ақсу ауылы алғашында 1933 жылы колхоз болып ашылған. Колхоздар ыдыраған соң Ақсу ауылы ауылдық округінің бөлімшесі болып қалды. Бұл елді мекеннен шыққан қайраткер тұлғалар еліміздің өркендеуіне зор үлес қосты. Жоғары лауазымды қызметтер атқарды. Бүгінде әр салада жемісті еңбек етіп жүр. Ауылдың көпшілігі жан-жаққа көшіп кеткенімен, сол азаматтар туған жеріне көмектесіп тұрады. Туған жерге жанашыр жандардың бастамасымен қор ашылып, ауылдың 90 жылдық мерейтойы аталып өтті. Қуанышпен танымыз атқан шығар, жақсылықпен күніміз батқан шығар. Ағайын барлығымыз пендеміз ғой, ең керегін бірінші қақтан сұрар. Ақсуында дүбірлі той өтуде, осы той біздер үшін мақтан шығар. Ата-бабам бұл тойды көрмесе де, қара жерде бір аунап жатқан шығар. Ауыл халқы мен сырттағы жастар қауымы бірлесіп, әр әулет әрқайсысы бір үйден 20 киіз үй тікті. Мереке аясында 25 шақырымдағы аламан бәйге, жаппай көкпар, арқан тартыс, қол күресі, қошқар көтеру сияқты ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылды. Аламан бәйгеде төменгі Қайрақты ауылының ат бапкері Мәулен Мұқжановтың нарқасқа аты бірінші келіп, 1 миллион теңге иеленді. Осы ауылымыздың 90 жылдығында мына барлық ауыл, барлық жастар болып ауылдағы еңкейген кәріден кішкентай балаға шейін бәрі атсалысты. Соған өзіміз мына дүбірлеген той енді осындай бола берсін ауылымызда. Жастар осы эстафетаны әрі қарай жалғастыра берсе екен дейміз. Ауылымыз 1000 жылдық болсын. Күресте жастар арасындағы түйе балуан Серік Аслан, 40-50 жас аралығында түйе балуан Қанат Сағындық, 50 жастан асқандар арасында Самал Айнатаев түйе балуан атанды. Бас жүлде 1 миллион теңгеден басталып, мотоцикл, тай, көкбөрі Керней баба қоратынан 300 мың теңге және осындай бірнеше жүлде тігілді. Өзіміздің ұлттық қазақ күресінен 50-ден жоғары жастағы арасында түйе балуандық жарыс өтті қазақ күресінен. Сол енді түйе балуандық күресте бүгін мен енді бағым жанып бірінші орын алып отырмын. Мен самбо, дзюдо күрестерінен халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Қазақ күресінен Қазақстанның 10 дүркін түйе балуанымын. Тағы да көптеген осындай астарды мені бүгін осы жасыма келгенше 38 рет ұтып тұрмын. Ауылдың мерейтойында ұлттық спортпен бірге көрермен қауымға концерттік бағдарламада көрсетілді. Онда жергілікті өнерпаздар мен елімізге белгілі әншілер Тоқтар мен Бейбіт әртүрлі әндерді орындады. Мерейтой қарсаңында ауыл азаматтар шағын саябақ спорт алаңын жасап, аудан әкімдігі жан жүрегім Ақсуым деген стелла орнатып берді. Қойнауы ырыс, жайлауы тыныс, ажарлы Ақсу ауылына 90 жыл толып отыр. Осы бүгін мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді мынау кеңес кезінен осы Ақсу ауылынан талай ауыл шаруашылық саласында еңбек еткен, маңдай терін төккен үлкен аға буындарымыз бар. Өскелең ұрпақ осы ағаларымыздың, аға буынның ізін жалғастырып, бүгінгі күні үлкен тойды ұйымдастырып, жақсы күнге кездестіріп отқан міне сәттеріне қуаныштымыз. Көнекөз ақсақалдардың айтуынша жергілікті қоғам қайраткерлері елдік мақсатты жүзеге асыру үшін Шет ауданында Бозшакөл ұйымын құрып, кейінгі жұмыстарын Байшегірде жалғастырады. Содан ол жер Карлаққа берілген соң, сол ұйым мүшелері осы Ақсуға ығысады. Бозшакөл қоғамынан басталады. 23 жылы құрылған ауданда, одан кейін Байшегірде құрылған. Байшегірде жаңағы Ағойдың, Бұрманың жерлерін Қардаққа жер іздегенде солған жатқызып, о жақтағы адамдарды біздің Кәрсуін Керней атаның балаларының, мұны Қаратөбелдің Қабия, жаңағы Нұрекеңдер, барлық Ахметжановтардың әулеттері бәрі Байшегірге кеп, Жалпақсаздан колхоз, одан кейін Ақсуға кеп қосылған. Онда Бесата елінің бас көтерер азаматтары осы өлкеде ел болып сақталып қалу мәселесін ойластырады. Бабаларымыз талай қиын қыспақты көргенмен, сол жағдайды көрген ұрпақ өсіп жетілді. Қаншама қиындықты басынан өткерген ұлт қайраткерлерінің іздері қалған шежірелі өлкенің тарихы терең, кейінгі ұрпаққа берер өнегесі де мол. Абу-Даби қаласында жасөспірімдер арасында ММА бойынша әлем чемпионаты өтті. Біздің жас спортшылар 3 алтын және 6 қола медаль жеңіп алды.
Әлем чемпионатында 46 елден 653 спортшы қатысты. Қазақстанның атынан 35 сайыскер өнер көрсетті. Біздің спортшылар 3 алтын және 6 қола медаль жеңіп алды. Қарағанды облысынан 5 бала кілемге шықты. Олардың барлығы абыроймен өнер көрсетті. Аймағымыздағы спортшылардың ішінен ең үздік жетістікке жеткен Егор Желтов 52 кг салмақ дәрежесінде 16-17 жас аралығындағы топта әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Провел 4 упорных поединка. Барлығы 4 жекпе-жек болды. Соның үшеуінде мен жеңіске жеттім. Бәсекелестік өте жоғары деңгейде өтті. Алдыңғы жылға қарағанда барлығымыз жақсы өнер көрсеттік. Тәжікстанның спортшысынан жеңіліп қалдым. Тәжірибе жетпеді деп ойлаймын. Алайда келесі жылы қазіргіден жоғары орын алатыныма сенімдімін. Егор 10 жыл бойы күрес түрлерімен айналысады, ал ММА-мен айналысуды 2 жыл бұрын қолға алған. Егор Абу-Дабиға алдыңғы жылы да барып келген болатын, алайда тек осы жылы жүлдегер атанды. Бұл спорт түрімен жеңімпаз өзінің жаттықтырушысының ұсынысымен айналысқан. Болашақта жас спортшының жоспары кәсіби ММА-мен айналысу екенін айтты. Естественно, каждый спортсмен со своим характером. Чемпионат жоғары деңгейде өтті. Егордың келесі жылы жеңімпаз атанатынына сенімдімін. Келесі жылы бұдан да өзін жақсы көрсете алады деген үміттемін. Егор өте мықты, ақылды, сыпайы жігіт. Осындай мақсаты айқын жігіттер көбіне чемпион атанады. Айта кетсек, жас спортшы қазақстандық жекпе-жек шебері Шавкат Рахмановтың жанкүйері екенін, әрі сондай биік жетістіктерге жеткісі келетінін атап өтті. Егор өзінің жаттықтырушысына және ата-анасына алғысын білдіреді. Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шанин, Сергей Высокосов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының әкімдігі тұрғындарды Абай күніне арналған мерекеге шақырады. Ол қазақтың ұлы ақынының туған күнінде 10 тамызда Абай ескерткіші орналасқан Шалқыма кинотеатрының алдында өтеді. Өлеңдер мен әндер. Қарағандыда ұлы ойшыл және ақын Абай Құнанбаевтың туған күні аталып өтеді. Мереке қонақтарын 10 тамызда сағат 11:00-де Абай ескерткішінің жанында күтеді. Барлық қатысушыларға көзімнің қарасы әнін орындау ұсынылады. Сол күні сағат 19:00-де орталық саябақта адамзаттың Абайы поэзия кеші өтеді. Біздің күнтізбеміздегі жаңа мереке 3 жыл бұрын белгіленген. Содан бері ресми түрде 10 тамыз Абай күні болып жарияланды. Тарихшылардың пікірінше Абай Құнанбайұлының 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында болған қазақтың зиялыларына үлкен әсер еткен және ақынның көптеген өлеңдері мен әндері ел ішіне кеңінен таралған. Автордың жалпы 170-ге жуық өлеңі мен 56 аудармасы бар. Ол қазақ әдебиетіне жаңа өлшемдер мен мазмұнды поэтикалық формаларды енгізді. Хәкім Абай халқына философ, ақын әрі композитор, ағартушы және қоғам қайраткері ретінде танылды. Оның қара сөздері қазақ әдебиетінің інжу маржаны және шексіз даналықтың қайнар көзі болды. Қарағанды облысында Абайға 3 ескерткіш және 4 бюст орнатылған. Аймағымызда 1 қала әрі аудан, 2 ауылдық округ, 3 даңғыл, 80 көше, 7 оқу орны, 2 мәдениет үйі Абай атамыздың атымен аталды. Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде қандай да бір ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, 42 06 49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Амандықта жүздескенше.